жиі арқаңыз құрысып, тырысып, түйіліп шыдатпай ауырама? Басыңыз ауырып, ойбай, басым-ай солқылдап тұр ғой деп көңіл күйіңіз жоқ па? Беліңіз шаншып, түйіліп қатты ауырама? Аяқ, табан, балтыр, тізе қақсап отырма? Қол, мойын ауырама? Ұйқыңыз келмей, ұйқысыздықтан, стресстен мазаңыз қашып жүрме? Осы сияқты басқа да аурулар сізді мазалап жүрме? Онда шешімі бар. Бір коврикпен барлық ауруларды алдын алып емдеп аласыз. Видеоны мұқият айналдырмай соңына дейін қараңыз. Маңызды ақпараттар көп айтылады. Ал бастаймыз, достар. Бастамас бұрын, ал сіздер оған дейін каналыма тіркеліп, лайк бас, комментарияға өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Сәлем, құрметті алтындарым, денсаулық үшін каналына қош келіңіздер. Бүгінгі видеода әрі пайдалы, әрі маңызды болады деген ойдамын. Әр минутын жіберіп алмай көріңіз. Ал кеттік, достар. Массажды Тибет ковригімен күніне 15 минутта барлық ауруыңызды емдеп аласыз. Бұл ковриктің пайдасы қандай? Бұл коврик стрессті, ауырсынуды, бұлшықеттің құрысуын жеңілдетіп, және де қан айналым жақсартады. Мойын ауруын, арқадағы ауырсыну, шаршау, ұйқысыздық, адамның денесіндегі нүктелерді іске қосып, стрессті жойып, адамды дем алып тынышталуына көмектеседі. Эндорфин гормоны, бақыт гормоны, қуаныш гормоны бөлініп, көңіл күйді жақсартып, өмірге деген құлшынысты арттырады екен. Бұлшықеттің түйіліп ауырғанын жеңілдетеді, қабыну процесін азайтады, жалпы физикалық және психологиялық әл-ауқатты жақсартады екен. Буындағы лимфа ағымын жақсартады, ауырсынуды азайтады, тіндердің оттегімен қанығуын жақсартады. Бұлшықет тонусын қалпына келтіреді, микроциркуляцияны жақсартады, бұлшықеттер мен буындардың қабынуын азайтады, бас ауруын басады, ұйқының сапасын жақсартады, аяқ, табан, балтыр, тізе қақсағанды емдейді екен. Жүйке және жүрек тамыр жүйелерін, асқазан ішек жолдарын, тірек қимыл аппаратының аурулардың алдын алу үшін қолданылады. Вегетососудистый дистония, целлюлит көріністерін азайту үшін, менструацияны жеңілдету үшін, простатиттің алдын алу үшін, және де 5 жастан жоғарғы балалардағы ұсақ моториканы дамыту үшін. Қарсы көрсетілімдері қандай? Қарсы көрсетілімдері аяқ ауыр әйелдерге болмайды, сүйелдер және мен көп жиналған теріге болмайды, теріде қатерлі ісік болса қолдануға болмайды, ескерту 5 жасқа дейінгі балаларға болмайды. Бұл коврик экологиялық таза және зиянсыз мата, жөке, пластикалық материалдардан жасалған. Достар, бұл ковриктің түрлері көп. Мен сізге ұсынайын деп отырғаным жақсы сапалы жөке ағашынан жасалған сапалы коврик ұсынайын деп жатырмын. Ол описаниеда номер қалдыра кетемін, толығырақ біліп аласыздар. Бұл ковриктің түрлері көп, китайский да бар, басқа түрлері де бар. Бірақ та мен сіздерге ең жақсы сапасын зерттеп, осыны естігелі өзіме ұнағасын өзім бастап қолданайын деп жатырмын. Нәтижесін жалпы өзімнің тәжірибемді сізге алдағы уақытта тағы да осындай видеолар шығарып, осы видеоның жалғасын шығаратын боламын. Мысалы, сапалы коврикті үнемі сіз қолданып тұрасыз. Ал егер сапасыз болып шықса, Китайдікі көбіне сапасыз болады, жыртылып қалады, или тағы басқа нәрселер болады, жуғаннан кейін дұрыс болмай қалады. Ал егер сапалы алып қойсаңыз, жақсы матадан жасалған, жақсы пластиктан жасалған болса, онда сізге үнемі қызмет етіп тұрады. Бір алып аласыз да, үнемі өмір бойы қолданып тұрасыз. Бұл коврик иглотерапевттің және де массажисттің орнын басады. Ешқандай массажистке бармайсыз, иглотерапияға күнде сеанс төлеп жүрмейсіз. Үйге бір рет аласыз да, үнемі қолданып отырасыз. Бұны күніне 15 минут жасау керек. Бір күнде 15 минут жеткілікті. Наборда ковригі болады, көпшігі болады, және де чехол подаркке келеді, және инструкциясы болады. Егер видео ұнаса, достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, және достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.
пайдалы ақпаратты достарыңыз да көріп жүрсін. Және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Менің видеомда бірінші болып сіз көретін боласыз. Әрқашанда денсаулық басты байлық болып саналады достар. Ауырмайтын жол іздеп әрқашанда бірінші алдын алу жолын іздеңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар алтындарым. Егер де мен сияқты мойындарыңыз, беліңіз ауырса, осыны алуға кеңес беремін. Маған өте қатты ұнады, маған көмектесті. Алыңыздар, өкінбейсіздер.